Сәлеметсіздер ме оқушылар? 9 сыныптың қазақ тілі онлайн сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сарқылатын және сарқылмайтын табиғи ресурстар деп аталады. Бөлім табиғи ресурстарды тиімді пайдалану. Оқу мақсатымен таныс болайық. Мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру. Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін ережеге сай қолдану. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийі мәтіндегі көтерілген мәселе бойынша талқылау сұрақтарын құрастырады. Салалас құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін ережеге сай қолданады. Ал енді балалар, мына суреттерге назар аударайық. Суреттерге ортақ тақырып табыңыз. Рахмет балалар, өте дұрыс жауап бердіңіздер. Ортақ тақырып табиғи ресурстар. Ендігі кезекте суреттегі табиғи ресурстарды сарқылмайтын және сарқылатын табиғи ресурстарға жіктеңіздер. Бұл жерде география пәнінен алған білімімізге сүйенеміз. Өте дұрыс. Балалар, сарқылмайтын табиғат ресурстарына күн радиациясы, жел энергиясы, ауа, су жатады. Ал сарқылатын, бірақ қалпына келетін табиғи ресурстарға жануарлар, өсімдік, топырақ құнарлығы жатса, сарқылатын, қалпына келмейтін табиғи ресурстарға пайдалы қазбалар жатады. Тақырыпқа қатысты мәтінді мұқият оқимыз. Табиғи ресурс сарқылатын және сарқылмайтын болып екіге бөлінеді. Ал сарқылатын ресурс қалпына келетін және қалпына келмейтін болып бөлінеді. Қалпына келмейтіндерге жер қойнауындағы пайдалы қазбалар, қара, түсті, асыл металдар және сирек кездесетін радиоактивті металдар, жер асты суы, құрылыс материалдары, мұнай, газ, көмір сияқты энергия сақтағыш көздері жатады. Бұл ресурстың қайтадан қалпына келу қабілеті жоқ. Себебі олар бірнеше миллиондаған жыл бойында түзілген. Мысалы, тас көмір мезозой дәуірінде болған өсімдіктер фотосинтезінің өнімі. Қазіргі кезеңде кен байлықтарын түзетін процестердің жүруіне бұрынғыдай жағдай жоқ. Сондықтан олардың орны тез арада толуы мүмкін емес. Топырақ барлық материалдық игіліктердің негізі. Топырақтың түзілуі өте күрделі, ұзақ және үздіксіз жүретін процестердің бірі. Оның 1 сантиметр қалыңдығының беткі қабатының түзілуіне 100 жылдай, 20 сантиметр қабат қалыңдығының түзілуіне табиғатқа кемінде 5-7 мың жылға дейін уақыт қажет. Ал осы қабатты жоюға түзілу мерзімімен салыстырғанда көп уақыттың қажеті жоқ. Бірнеше сағат ішінде, ең әрі кеткенде бірнеше жылда құнарлығынан айырылады. Топырақты өңдеуде дұрыс технология қолданылмаса, ормандар алқабы қысқартылып отырса, су және жел эрозия процестерінің күшеюіне әкеп соғады. Сонымен, топырақ қалпына келетін ресурс болғанымен, оны тек қатаң қолдану тәртібін ұстап күту керек. Дүние жүзінде өңделетін топырақ мөлшері әр адамға 0,128 гектар. Ал Ресейде әр адамға шаққанда келетін егістік жердің көлемі 0,194 гектар. Германияда 0,115, ақш-та 0,163, Қытайда 0,116, Жапонияда 0,104, Қазақстанда 2,125 гектар екен. Жылдан жылға барлық елде жарамды жер көлемі азаюда. Енді тапсырмаға назар аударамыз. Сұрақтар тақтасы әдісімен мәтіндегі көтерілген мәселені талқылауға арналған сұрақтар құрастырыңыз. Төмендегі үлгіні басшылық алыңыз. Жіңішке сұрақ, не, қашан, қайда, қалай сұраулы сөйлемдерден басталады. Жуан сұрақ,
неліктен сұрауынан басталады. Жағдаяттық сұраққа келсек, егер де шарттырай шылауының қатысуымен жасалады. Мысалы, сұрақ құрылымы төмендегідей. Осы тапсырманың бағалау критерийі және дескриптормен таныс болайық. Бағалау критерийі мәтіндегі көтерілген мәселе бойынша талқылау сұрақтарын құрастырады. Дескриптор мәтіндегі көтерілген мәселені анықтайды. Жіңішке сұрақ құрастырады. Жуан сұрақ құрастырады. Жағдаяттық сұрақ құрастырады. Сұрақтардың көтерілген мәселеге қатыстылығына баса назар аударыңыз. Балалар, тапсырмадағы сұрақтарды талапқа сай, дұрыс құрастырдыңыздар деп сенемін. Ықтимал жауаптармен өз жауабыңызды салыстырыңыз. Жіңішке сұрақ. Мәтінде адам мен табиғаттағы тепе-теңдік қалай көрсетілген? Жуан сұрақ. Неліктен қазіргі кезде кен байлықтарын түсетін процестердің жүруіне бұрынғыдай жағдай жоқ? Жағдаяттық сұрақ. Егер де сарқылмайтын табиғи ресурстарды өңдеуге дұрыс технология қолданылмаса, салдары неге әкеліп соғады? Егер де сарқылмайтын табиғи ресурстарды өңдеу технологиясы дұрыс жүргізілмесе, олар сарқылатын табиғи ресурстар қатарына өтуі мүмкін бе? Сіз құрастырған сұрақтар мағынасы мен құрылымы жағына сәйкес келсе, тапсырманы өте дұрыс орындадыңыз. Жарайсыз. Енді балалар, оқылым мәтіні және құрастырған сұрақтардың жауабы негізінде төмендегі кестені салалас құрмалас сөйлемді қолдана отырып толтырыңыздар. Тапсырманы орындамас бұрын бағалау критерийі мен дескрипторға назар аударайық. Бағалау критерийі мәтіндегі көтерілген мәселені айқындайды. Дескриптор мәтіндегі көтерілген мәселені анықтай алады. Мәселенің туындау себебін табады. Мәселенің салдарын анықтайды. Қорытынды жасайды. Салалас құрмас сөйлемдердің тыныс белгісін дұрыс қолданады. Балалар, сіздер тапсырманы дұрыс орындадыңыздар. Жауаптарыңызды ықтимал жауаптармен салыстырыңыздар. Көтерілген мәселе қазіргі кезде табиғи ресурстарды түзетін процестердің жүруіне бұрынғыдай жағдай жоқ, және олардың орны тез арада толуы мүмкін емес. Бұл сөйлем ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем. Жай сөйлемдер өзара және жалғаулық шылау арқылы байланысқандықтан үтір қойылмайды. Мәселенің туындау себебі табиғи ресурстарды өңдеуге дұрыс технология қолданылмай жатыр. Сол себепті пайдалы қазбаларға қауіп төніп келеді. Бұл сөйлем жалғаулықты себеп салдар салалас құрмалас сөйлем болғандықтан, екі жай сөйлемнің арасына үтір қойылады. Мәселенің салдары өңдеу технологияларын дұрыс қолданбау табиғаттағы тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Немесе табиғи ресурстың мүлдем сарқылып қалуы мүмкін. Балалар, бұл сөйлем талғаулы салалас құрмалас сөйлем немесе шылау арқылы байланысқандықтан үтір қойылмайды. Қорытынды. Қалпына келетін пайдалы қазбаларды сақтап қалудың екі жолын ұсынамын. Бірі табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын дамыту. Екіншісі қатаң қолдану тәртібін ұстап күту керек. Бұл сөйлем түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем жалғаулықсыз байланысқандықтан қос нүкте қойылады. Балалар, жауаптарыңыздағы салалас құрмалас сөйлемнің тыныс белгісінің дұрыс қойылғандығына көз жеткізу үшін кестеге назар аударып, қайталау жұмысын жасайық. Балалар, енді өзіндік жұмысқа арналған тапсырманы орындаңыздар. Берілген сызба бойынша салалас құрмалас сөйлем құрастырыңыз. Салалас құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін дұрыс қойыңыз. Өз беттеріңізше орындайтын,
Тапсырманың бағалау критерийі мен дескриптормен танысыңыз. Бағалау критерийі салалас құрмас сөйлемдердің тыныс белгісін дұрыс қолданады. Дескриптор салалас құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін дұрыс қояды. Сызба бойынша салалас құрмалас сөйлем құрастырылады. Балалар, біздің сабағымыз аяқталуға жақын. Сондықтан сабақтың бағалау критерийін басшылыққа алып, табыс баспалдағы арқылы қорытынды жасаңыз. Ол үшін сіздерге рефлексия табыс баспалдағы ұсынылады. Балалар, сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.